Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен көптен бері видео ештеңе бөліскен жоқпын. Өйткені уақыт болмай кетті. Жұмыс ауыстырамын деп общем қол тимей кетті ғой ештеңеге. Ол жұмыс ауыстырудың себебінен биыл үлкен қора салам деген планда қалды жайында. Енді амалдап өсірген тауықтарды осы ескі қорада амалдап ұстайтын боламын. Бізде қорада ешқандай өзгеріс жоқ. Балапандар өскені болмаса, так барлығы сол баяғыдай бір қалыпта. Так, міне мұнда біздің тауықтар ақырындап бәрін осы бір жерде тұратын қылып үйретіп жатырмын. Осылай қамап, негізі далада бір бөлек, жан жақта жүрген барлығы. Соның бәрін осылай бір жерге жинап, бір жерге қонақтайтындай етіп үйретіп жатырмын. Мұнда жерде отырғандар бізде майда балапандар ең соңғы шыққан. 2 айдан асты ғой деймін. Бар пока былай қонақтауды білмейді. Мыналар уже өсіп қалған. Қорадағы көп әтештердің бәрін құрттым, саттым, сойдым. В общем, әтештер азайды қазір. Арасында осындай әтештерім бар. Так, көбісі мекенде қалған. Міне мынау бәрі биылғы шыққан балапандар. Скоро жұмыртқаға кіреді. Санын білмеймін, нақты қанша мекен бар екен. Примерно 100-дің үстінде ба? Общий саны мекендердің. Жұмыртқалауды тоқтатты пока. Енді комбикорм, сосын жаңа витаминдарын беріп бастап жатырмын. Скоро уже жұмыртқалап бастайтын болады. Құдай қаласа. Жалпы осындай жерге осылай опилка төсеп тастаған. Дұрыс осы екен негізі. Құп-құрғақ, ешқандай проблема жоқ. Астын стяжка құйған болатын. Соның бетіне опилка төседім. Енді мынау тауықтар тышқан кезде, былай айтқанда, жерге жабысып, онда ештеңе болмайды. Түсет үшін опилканың бетіне түскеннен кейін кеуіп кетіп жатыр ғой, былай айтқанда. Қысымен осылай ұстайтын шығармыз, короче, опилкамен. Былтыр астына күл төседім, в общем, шөп төседім. Оның бәрі болмайтын әңгіме екен. Бұл бізде қораның бір жақ бөлігі. Так, мына жақта бізде кеңдеу қора. Мұнда бізде брама балапандардан бәрі турецкий линия. Үлкен болып өсіп қалды бәрі. Так, мына жақта тоже бізде Кучинский юбилейный, сосын смесь сөзінің аралас балапандар шығарған. Плюс Барковская, барвистая деген міне осы мекендер аралас үшін. Осындай қонақты биік қылып, бүгін бәрін істеп шықтым осылай. Биіктеу, көптеу ағаштардан құрастырып шықтым.
болып қалды ақырында беренеден. Мына жерде отырғандар жаңағы ең соңғы шыққан балапандар. Олар әлі біле бермейді. Қонақта болып дұрыс. Бір-екеуі шығып үйреніп жатыр міне. Мыналар, мынау. Енді қорадағы әтештердің бәрін алып тастайтын шығармыз, керек. Сатып жіберем или соям. Сосын басқа линиядан, басқа жақтан, в общем, қан алмастыру үшін әтештер, басқа әтештер қоятын болам. Өйткені бір линиядан шыққан болса, әтеште тауықта уже қан бұзылады, майдаланып кетеді тауық. Сол себептен скоро әтештердің бәрін алып тастап, орнына басқа әтештер алып келем. Скорее всего, мынау үйден өзімізден шыққан осындай смес әтештер ғана қалады. Ал Кучинский мен Барковскийдің әтештерін бәрін алып тастап, орнына басқа линиядан алып келем. Бұл жерде де мына жерде перегородка болған, оның бәрін алып тастадым. Чтоб кеңдеу болғандай. Бұл жерге де опилка төседім. Құп-құрғақ, жап-жақсы болып тұру үшін. Ең дұрыс осы екен. Енді свет осылай түнде 10-ға дейін ба жағып қоятын шығармын. Өйткені жұмыртқалау үшін жарық керек, білесіздер. Сол себептен осылай кішкене жарыққа үйретемін. Бәрін қазір қосып тастадым, чтобы үйренсін деп. Далада бөлек еш жерде ешқандай тауық, балапан қалған жоқ. Қазір ұйықтайтын кезде келіп светін өшірем. Жалпы жаңалық осы бізде. Енді қыста осы қораның қымтайтын жерін бәрін, жел өтетін жерін бәрін қымтап, жауып, осы жерде ұстайтын болам тауықтарды. Ішіне тауық жұмыртқалайтын ұялар істеу керек, оны келесі демалысында істеймін. Пока жұмыртқаға кірген жоқ. Сол себептен оған асығыс жоқ. Мұнда мен алдында балапан қораздарды ұстап, в общем, семіртіп, соятын сойдым, сосын сататын сатып жібердім. Жалпы жаңалық осы. Мына жақтың бәрін осылай сеткамен қоршауға тастадым. Мынаның ішінде де балапандар тұрған осыған дейін. Бүгіннен бастап алып тастадым, өйткені уже салқын. Астанада уже минусовой температура болғасын. Кішкене балапандардың мұрындары ағып қапты. Соны байқадым да сразу бәрін бір жерге көшіріп тастадым. Жалпы болса тауықтардың үйі. Сырт жақтан қарағандағы көрініс міне көрінбейді екен дұрыс. Міне осындай терезе бар. Күндіз қыстың күні ішіне күн түсетіндей қылып әдейі осындай үлкендеу терезе салдық. Біздегі жалпы жаңалық осы. Кішкентай фермадағы. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, мотивация беріп қойыңыздар.